Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін mirror функциясын өтетін боламыз. Осындай мен жұмыс істеу алаңын таңдап, шеңбер сыздым. Оны өсіремін. Осындай бір бөлшек пайда болды. Осы бөлшекті айнытпай қылып салу үшін біз бұның параметрлерін қарап, мысалы 44:9 дейді, тура осындай қылып сыза аламыз. Бірақ үйтіп қиналып істемей, осы бөлшекті айнытпай жасау үшін үйтіп сурет салып керек жоқ. Mirror функциясын басып, бөлшегімізді басып, содан кейін қабырға шешіп, копиясын үстіп айнытпай жасауға болады. Енді тағы бір mirror функцияны көрсетейін. Ол скетч, яғни сурет салып атқан кезде жасайтын mirror функция. Мысалы, мынандай бір мен шырша жасағым келеді дейік. Осындай шырша жасадым. Мысалы, екінші бөлігін мысалы еріндім. Сондықтан бірінші select mirror line деп тұр. Mirror функциясын таңдадым. Select mirror line деп тұр. Сызықты таңдаймын. Бұл сызық қай нүктеден бастап копияны жасасын. Сол нүктені таңдаймыз. Сол линияны таңдаймыз. Енді айнытпай жасайтын сызықтарымызды таңдаймыз. Екінші жағына жаңағы нүктеден, жаңағы линиядан екінші жағына тура осындай қылып қайталап жасап береді. Сонымен біз тез арада өлшемсіз айнадан көрінісін қайталадық. Оны өсірейік. Мынандай шыршамыз пайда болды. Осымен сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.